Bizге көптеген қонақтар келіп тұр екен. Ендеше осы қонақтармен амандасып алайық алдымен. Қане, шатқышымен ондайық. Қайырлы күн, туға шықпады. Қайырлы күн, жер ана. Қайырлы күн, қонақтар. Қайырлы күн, достарым. Көңіл күйлеріңіз қалай, балалар? Жақсы. Тамаша. Егер көңіл күйлеріңіз жақсы болса, әдеттегідей бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Алдымен бой қыздыру жаттығуынан бастайтын боламыз. Түзел, тік тұр. Оңға бұрыл. Жарайсыңдар. Адымдап жүреміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kediyeni alıp sırttan çıkaramiz. Endi bärimiz sol bag'itda. Kelesi. Endi qalasak, jo'g'aridan xuddi төмен qaray o'rlay olamiz. Жарайсыңдар балалар. Yaxshi. Bu qaydiz? Жылдың қай мезгілі? Жарайсыңдар балалар. Күз екенін қайдан білдіңдер? Себебі? Топырақтарды күндеген сары буылады екен. Дұрыс айтасың. Сосын жерге түсіп жатыр екен жапырақтар. Тағы сарғайып жерде үзіліп түсіп жатыр. Үзіліп кеткен. Тағы да құстар бар. Жылы жаққа неге ұшып кетеді? Құс. Сағар жылы жаққа ұшып кетеді. Өте тамаша балалар. Ал балалар, табиғатта қандай өзгерістер болады? Ауа райы қандай болып тұр? Бүгін ауа райы қандай болып тұр? Салқын бола бастады. Күн қандай болып тұр? Күн бар ма? Далада бұлт бар. Күзде күн бұлттана бастайды. Не жауады? Көбірек жауады екен. Сонымен қатар далада деп тұрған не ол? Далада не тұрады? Жаңбыр жауады. Дауыс екен. Жер ашық қалған екен, қатты жел тұрып кетті балалар. Ой балалар. Ассалаумағалейкум балалар. Амансың ба тазша бала? Қайда жүрсің? Ойнайын бір дорба асығымды алып, қызықты кілемшемді алып шығып еді. Мына күздің суық жері менің астағы аушым болып кеткені. Айып етпеңіздер, кешіріңіздер. Жоқ, тазша бала, оның еш айыбы жоқ. Қазір күздің мезгілі. Қатты жел тұрып кетпей ғой. Ештеңе етпейсіз, тазша бала. Ендеше сен менің балаларыммен бірге бол. Ой, рахмет, балалар. Мен сіздермен ойнасам бола ма? Рахмет. Тазша бала, ендеше сен менің балаларыммен бірге жақсы көңіл күйде, иә балалар? Тазша баламен бірге бүгін жақсы ойын ойнайтын боламыз, иә? Көңіл өткізетін боламыз. Енді тазша бала, біздің арамызға сен жақсы келдің. Мен балаларға тапсырма бергелі жатыр едім. Бәріміз бір тапсырмаларды орындайтын. Келсін ба? Біздің жаңа сабағымызда байланысты екі тапсырмам бар. Сендер жақсылап осы екі тапсырманы тыңдап ұғып отырыңыздар, ма? Ол мына алдарыңызда тұрған кедергілер. Екінші құрсаулар. Бірінші тапсырмамыз құрсаудың арасынан неменің? Осы допты жерге қоямыз. Қолымызда алақанымызды ашамыз. Осы саусақтарымызды итермелеу арқылы, допты көтеріп алмаймыз. Итермелеу арқылы кедергілердің арасынан өтетін боламыз. Түсініп алыңдар балалар, ма? Бәрін жасайсыңдар. Жарайды ғой, тамаша. Тамаша балалар. Жарайсың, тазша бала. Өте жақсы. Келесі бастаймыз. Кеме басты. Қателеспеген балаларға қылжақ балақтар тұрар, иә балалар? Жарайсың. Тамаша. Жарайсың.
ойнайтын жауап беріп, маған тауып беріңіздерші. Жарай ма? Қандай ойнаған екен? Қандай ойнаған бұл? Қызықты білемше бұның. Қызықты кремшесін қарайықшы мұқият. Қызықты білмей керемет я балалар. Тасшабала сонды дүние таулыған екенсің. Жарайсың тасшабала. Балалар, бұда ненің суреті бейнеленген? Асық. Қандай бізді асықтар айтыңыз? Балалар, әртүрлі түсті асықтар бейнеленген. Жан-жағын немен көмкерген? Изатта оюлар. Адамда ұлттық оюлары бар екен, я жанында. Тамаша. Балалар, мен бұл ойынды қалай ойнау керегін түсініп тұрмын. Мына қараңдаршы. Тазша бала бізге қызықты кремшені тауып алып келген екен. Ал менің қолымда не бар? Қандай пішін? Шаршы. Дұрыс айтасыңдар, я балалар? Бұда да не бейнеленген? Ненің бейнеленген? Ненің сурет бейнеленген? Асықтар. Түстері бірдей ма, әртүрлі ма? Әртүрлі. Енді балалар, бұл ойынды мен жақсы түсініп тұрмын, тазша бала. Сізге үлкен рахмет. Сары деп айтамыз. Біз манадан бері біз тапсырма орындап жатып, қос аяқтап секіріп жатыр. Ал бұл жолы балалар біздер өзіне сәйкес сыңарын тауып, адымдап өтетін боламыз. Текшені лақтырған адам өздерін айтыңыздар балалар. Абай, айтсам бола ма? Маған да Ойнай ғой, тасшабалар. Тасшабаларға да қызық болуға, қызық тауылға. Бірден қаражында ешқандай түскен, иә? Түскен, иә? Жұрма айтыңдар. Оп, 1, 2, 3. Қасым, жарайсыңдар. Неше қыз бар бұл жерде? 1, 2, 3, 4 қыз бар екен балалар. Тасшабалар жақсы орындар тапсырманы, иә балалар? Мәдина басабая. Қызыл. Жоқ, жас аяқ бар. Өте жақсы балалар. Шапалақтан жүрейік балалар. Айтыңыз бірге жақсақтыр. Рислар жақсақтыр. Сарыны бас. Адылар аяғын бетіп жарайсың. Қалып қоймасын бұқиян қарайды. Жарайсың. Білесің ме? Нен алады дегенде, ол бізге баяғы ерте заманнан келе жатқан ойынымыз. Бізге әңгіме болушы, балалар, біздер асықтың әртүрлі түсінген қояды. Асықтың ішінде ең үлкені. Арамза аштырады. Арамзаға деп айтады. Ол сақаның ішінде қорбасын ойнады. Арамза аштырады. Ашады, шеңбер бар айталар. Асықты атқан кезде бері барып атқан кезде дәл деу үшін. Салмағын негізі асығымызды салмақты болып ашамыз. Салмағын өтеді. Енді былай тимей қалды. Өкінішке орай кешегі біз айтымыз келеді. Зейнер ататын шығармыз. Асығымды жарайсың. Екі асық. Қанжығасында екі асық бар. Аяны. Қайсы шақ? Ол шақ? Ол ма? Жарайсың. Аяны. Күнде ойнаса балалар біздің асығымыз тез күшті ойнайды. Аяны жарайсың. Мама шыққанда атқа мініп, балалар атпен мына жерден шеңберді айналып шабады. Әуен қосылады. Әуен тоқтаған кезде тыңдап тұрсыңдар ма? Міне оп деп алып қаламыз. Кім бірінші алады, сол өз тобына ұпайын жинаған болады.
болған шығар. Наташа бала қайда кетіп қалды деп. Мен сіздерге өзімнің әзірлеп жүрген асықтарым бар еді. Соны сіздерге табыс етіп, осы бүгінгі керемет қатысқан балаларға осындай сыйлығымды бергелі келіп тұрмын. Рахмет сіздерге. Сіздермен бірге ойнап, ойым сергіп, рахаттанып қалдым. Балалар да керемет екен. Тазша баланы да үйінде іздейтін ата-аналар бар. Тазша бала өзінің үйіне кеткісі келіп тұр. Жібереміз ба Тазша баланы? Келесіде бізге тағы келсін, иә? Тазша бала сендерге не беріп жатыр? Көріппісің бе ода қандай көп асалы болған, көп асалы бар екен. Келесі сағатта сендерде солай көп асықты жинаңдар, иә ма балалар? Көп асық жинап, Балалар асықтарыңыз ең асық болсын. Сөйтіп, күшті болып жинаңдар. Жарай ма балалар? Ал саулық. келесі кездескенше. Балалар, біздер күнде тазша баламен бірге бәріміз бірігіп тағы асық ойнайтын боламыз, иә? Сол кезде тазша бала алса, бір дора астарын алып береміз. Солай ма? Балалар, бүгінгі күн ұнады ма сендерге? Бізге кіммен ойнаған ұнады бүгін? Тазша баламен. Балалар, біздер бүгін қандай тапсырмалар орындадық? Қандай тапсырма орындадық? Асық ойнадық, ойынымыз. Қандай тапсырма орындадық? Есіңізге түсірейікші. Допты не істедік? Ненің арасымен өткіздік? Ненің арасымен? Кеден? Кеден өткіздік. Қос аяқпен